желіге сұмдық ақпарат тарады, барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Ақтаудағы пәтерлердің бірінде 52 жастағы әйелдің мәйіті табылды. Марқұмды азаматтық некедегі күйеуі бауыздап өлтіріп, кейін үйді өртеп жіберген дейді куәгерлер. Жан түршігерлік оқиға кеше таңда қаладағы көп қабатты үйдің бірінде болды. Өртеніп жатқан пәтерден әйел адамның денесі табылған. Шық ұйқыда жатқан өзге тұрғындар шошып оянған. Бықсыған иісті сезіп өрт сөндірушілерді көршілер шақырыпты. 10 шаршы метр жерде жалмаған өрт қасақана қойылғаны анықталған. Көп ұзамай полиция қызметкерлері жоғары қабаттан марқұмның көңілдесін ұстапты. Азаматтық некедегі әйелін қастандықпен өлтірді деген күдікпен ол қамауға алынып қылмыстық іс қозғалды. Кісі өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді деді Маңғыстау облысы ПД баспасөз хатшысы Әйгерім Ибатуллаева. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау саламатта болыңыздар.